Достар, сендер мына кішкентай ғана карточка үлкен қызмет атқарады дегенге сенесіңдер ме? Бүгін оны астаналық достарымыз өз қызметіне пайдалануда. Болашақ мектебі бүгін жобасы елордалық оқушыларға ыңғайлы жағдай жасауда. Аталмыш жүйеге қатысушы мектептердің 35 мыңға жуық оқушысына жаңартылған куәліктер берілді. Енді оларға мұндай куәліктермен мектептерге, оқушылар сарайына, спорттық мекемелерге, үйірмелерге емін-еркін кіруге болады. Сонымен қатар мектеп және қалалық кітапханаларда тіркеліп, кітаптар ала алады. Өзімізге өте ыңғайлы, турникет орнатылғалы. Өйткені баламызда карточка бар. Сол карточка арқылы біздің балаларымыздың мектепке қай уақытта кірді, және мектептен қай уақытта шықты, бізге өте сондай ыңғайлы. Тіпті жаңа куәлік арқылы асханаларда есептесуге де мүмкіндік жасалған. Қазіргі кезде болашақ мектебі бүгін жобасына Астананың 17 мектебі қатысуда. Алдағы уақытта осы жүйеге қаланың барлық мектебін қосу жоспарланған. Жоба оқушылардың білім алу барысын айтарлықтай жақсартуға, сонымен қатар олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өте қолайлы бағдарлама. Біріншісі, балалар мектепке кіргенде мындай карточкалары болады. Карточкалар бар. Осы карточка бойынша жаңа турникетте кіргенде ата-анасына SMS хабарлама түседі. Бала мектепке кірді деп. Үстінде чип болады. Ата-ана баласына ақша салады, сол бойынша жаңа асханадан барып тамақ ішеді. Бұның ең бір қолайлылығы балалардан үлкен ересек балалар ақшаны тартып алады, андай жағдай болады дегендер бар ғой. Ол да ештеңе істей алмайды, ақша өйткені мынаның ішінде осымен жаңағы барады да тамағын ішеді, ақшаны осыны өзі алынып отырады. Бұл куәлікпен жұмыс жасау өте ыңғайлы екен. Бұл куәлікті ғажайып куәлік десе де болады.